Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймыз. Ассалаумағалейкум, құрметті Шымкент қаласының тұрғындары мен қонақтары. Бүгін Шымкент қаламыздың орталығында орналасқан Дендра саябақта арнайы Шымкент қаламыздың бас имамы Абдурахманов Бағдаулет Нұрматұлы ұстазымыздың бастамасымен осындай таза әлем акциясы жүріп жатыр. Шымкент қаламызда орналасқан 100 мешіттен бас имамдар өздерінің арнайы ағаштарын алып кеп, осы Дендра саябаққа егіп жатыр. Асанбай Асқаров атындағы дендрологиялық саябақтағы осында Шымкент қаламыздың беделді тұлғалы адамдарының аллеясы бар. Осында келіп Шымкент қаласы мақтанышы тұлғасы өзінің ағашын келіп егіп, өзінен кейінгі өсіп келе жатқан ұрпаққа өнеге көрсететін осындай орында Шымкент қаламыздың бас имамы бүгін бисмилля деп осындай өзінің ағашын екті. Алла тағала баршамыздан разы болсын. Бізден кейін де осында елді ойлайтын, жерді ойлайтын, ел үшін, дін үшін қызмет жасайтын асыл азаматтар көп болғай.